істесем де арықтай алмай қойдым дейді. Тәтті жемеймін, жұмысымда ары бері жүрем, терлеймін, суда жақсы ішіп жатырмын, неше түрлі диетада ұстап көріп жатырмын, бірақ неге арықтай алмаймын деген маған өте керемет сұрақ қойды. Барлықтарыңызға сәлем, мен дәрігермін. Каналға тіркеліп қазақ тілді осындай медициналық контентті достар қолдап кетіңіздер. Лайк бассаңыздар үлкен көмек. Енді достар, семіздік тамақтан болады деген себебі ол біреу ғана. Алиментарлы себеп, тамақты жөндеп арықтап кетсеңіздер өте күшті. Егер арықтай алмай жатқан болсаңыздар, басқа себебін іздеу керек. Семіздіктің көлеңкесінде көп аурулар жасырынуы мүмкін. Қалқанша безінің зоб болуы мүмкін, гипотиреоз, қантты диабет болуы мүмкін, ұйқы дұрыс болмауы мүмкін, қарапайым. Бүйрек үсті безінің қызметінің бұзылуы болуы мүмкін, ісіну, отек болуы мүмкін ағзада. Сол үшін сіздерге кеңес, қарапайым кеңес, ауруханаға келіп толық осмотрдан өтулеріңіз керек. Бір айда қанша салмақ тастауға болады? Өте көп деген жарнамалары бар. Дәрілер ішсең болды, бір айда 20 килограмм кетіп қалады. Мына жаттығуды істесең бір айда 10 килограмм кетіп қалады деген. Достар, бұлай болмайды адам ағзасына. Медициналық көзқарас бойынша қалыпты 1,5-2,5 килограмм деңгейінде сіз бір айда салмақ тастауларыңыз қажет. Бір айда егер шамадан тыс тастап жіберсеңіздер, бұл ішкі ағзаларға, эндокриндік жүйеге, жүректің қызметіне қатты зиян, қайтымсыз өзгерістерге, ауруларға алып кетуі мүмкін. Сол үшін тек қана медициналық кеңестерді қолданыңыздар.